Арма көрермен, назарларыңызда ел өңірлерінде болған қылмыстық оқиғалар мен шұғыл мәліметтерді саралайтын із бағдарламасы. Тәртіпке бағынған құл болмайды. Заң мен тәртіп қағидатының басты мақсаты осы. Сонымен бүгінгі бағдарламада Нұрай Серікбайдың ісіне қатысты пікір қалдырамын деп, өзі де істі болуы мүмкін. Секрет пышақ тағайын жазған пікір үшін жазалануы мүмкін. Қостанайда заңсыз микроқаржылық қызмет және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру ісі бойынша үкім шықты. Ауыл құтқарушыларының ерлігі. Еріктілер алапат өрттің алдын алды. Желіде Нұрай Серікбайдың өліміне қатысты жазылған пікір дау тудырды. Бұл туралы марқұмның ағасы Сұлтан Серікбай мәлімдеді. Оның айтуынша, TikTok желісінде Нұрайға 36 рет пышақ жарақаты болған туралы видеоның астына дәурен есімді қолданушы секрет пышақ тағар едім чотам деген пікір жазған. Енді адвокат Аянхан Омаров пікір авторының үстінен арызданды дейді Сұлтан Серікбай. Полиция қызметкерлері осы кісіні тауып берді. Осы кісі дәл алдында тұр. Сөйлейтін сөзім бар дейді. Менің есімім Дәурен болады. TikTok әлеуметтік желісін пайдаланушымын. Мен TikTokта комментарий жазған болатын, 7 рет пышақтаймын деп, бірақ мен ол жерде Нұрай туралы жазбаған, ол жерде маған сұрақ қойған болатын. Егер қыз баласын 36 мәрте пышақтап кеткен кезде сен не істер едің деп. Мен сол кезде қылмыскерді 7 рет пышақтаймын деген оймен жазған болатын. Мен жалпы Қазақстан Республикасының азаматы ретінде мен қылмыскерді мен ешқашан қолдаған емеспін, қолдамаймын да. Сонымен қатар менің мынау жүзімді әлеуметтік видеоны саларда жүзімді жауып салуларын сұраймын. Қаржылық мониторинг агенттігі Қостанай облысы бойынша департаменті мәлімдейді. Жергілікті тұрғынның заңнамада көзделген лицензиясыз мүлікті кепілге қойған. Нәтижесінде агенттік қарыз беру қызметін ұйымдастырған анықтады. Клиенттерді тарту үшін OLX және Instagram платформасына жарнамалар орналастырылған. Азаматтардың ауыр материалдық жағдайын және екінші деңгейлі банктердің несие ала алмауын пайдаланған. Осылайша ол жылдық мөлшерлемесі 20%-ға дейін жететін жоғарғы пайызбен қарыз берген. Атырау облысы Құрманғазы ауданында өрт шықты. Жалғызапан ауылының маңында ашық аумақта құрғақ шөп жанған. Оқиға орнына ауыл құтқарушылар бағдарламасының еріктілері жедел жеткен. Олардың үйлесімді әрі жедел іс-қимылдарының арқасында өртті толық сөндіріп, жалынның одан әрі таралуына жол бермеді. Зардап шеккендер жоқ.